Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз біздің электр оқшаулағыш материалдар. Бүгінгі тақырыпта қарастыратын сұрақтардың бірі бұл электр оқшаулағыш материалдардың түрлері және электр оқшаулағыш материалдар дегеніміз не? Электр оқшаулағыш материалдар бұл электр тоғының енуіне немесе берілуіне жол бермеуге арналған материалдар. Олар сымдарды, кабельдерді, электронды компоненттерді және басқа құрылғыларды оқшаулау үшін қолданылады. Электр оқшаулағыш материалдардың түрлеріне келетін болсақ, бұл түрлеріне біз өте көп таралған түрлерін алатын боламыз. Біріншісі пластикалық, сұйық, әйнек шыны, резина және дәнекерлеу. Пластикалыққа өзіңізге мәлім, бұл распределительный коробка дейді, орысша айтқанда. Пластикаға жатқызатын боламыз, ал астыңғы үшеуін қарайтын болсаңыз, бұл дегеніміз выключатель мен розеткілерді орналастыруға монтаж кезінде арналған. Біз жарымызды кесіп аламыз да, осы құрылғыларды жарға қондырып, өзіміздің розеткамызды, айырғышымызды қондыруға болады. Бұның ішінде пластикалыққа тағы көп заттарды жатқызуға болады, бірақ та бұл ең негізгілерінің бірі. Электр пластикалықтың жатқызуының тағы бір түрі сиз. Бұл орысша атауы. Бұның ішінде екі негізгі компоненттен тұрады. Сыртқы қорабы және спиральді пружинадан тұрады ішкісі. Бұл спиральді пружина арқылы біз оралған тоқты сағат тілі арқылы бұрасақ, ол надежный, өте қатты бекітіледі. Сол арқылы бұл кабельдерді бір-біріне жалғауға тиімді материалдардың бірі болып жатады. Электр оқшаулағыш материалдардың бірі болып саналады. Және келесі слайдта көретініміз бұл бағанағы көрсетілген, оң жағасында көрсетілген тоқтардың қалай оралғанын мына слайдта көрсетілген болады. Көріп тұрғаныңыздай бұл насадка арнайы осылай кабель сымдарын орап, тығыз орауға мүмкіндік береді. Бұл насадканы біз деген шуруповертқа салып, сол жақ бейнеде көрсетілген, осы фотода көргеніңіздей сымды орап, осындай сизға қондыруға болады. Мынау термоусадка дейді. Термоусадка емес, бұл кешірім сұраймын, клемник. Клемникқа стрипер арқылы қысып, оны автоматты басқару жүйесіне қондыруға болады. Міне тағы да көретін боласыздар. Міне көрсетілген фотода мынау стрипер, өзіміз бәрімізге мәлім, бұл многофункциональны болып келеді. Мына жерінде біз деген кабель сымын тазаласақ, ал мына жерде бағанағы клепсиді қысып, оны басын оқшаулағыш қылдыра аламыз, оқшаулай аламыз басын. Мына жақта обрезка дейді. Бұл кабельді артық болса кабеліміз қиып жіберуге болады. Ал мына бейнеде көріп тұрғаныңыз бұл клемники. Клемниктің басты мақсаттарының бірі ол мынау электр оқшаулағыш материалдардың бастапқы мақсаттарының бірі ол электр тоғы бізге зақым келтірмеу үшін арналған. Сол себепті бұл электр оқшаулағыш материалдарын біз өте жиі қолданамыз. Клемникке келетін болсақ, бұл клемникте кабель сымын тазалап алып, осындай арнайы кіретін жеріне салып, қыстырып бекітуге болады. Бұл клемниктің бір түрі. Екінші түрі бар, оны біз өзіміздің саусағымызбен немесе басқа да
затпен қысып тұрып, арнайы салып жібергенде, біз басып тұрған жері арнайы қысып қалып, сол тоқты жібермейді. Бұл клемиктің өте бір жақсы жерінің бірі, бұл деген, егерде сіз ыңғайсыз жерде тұрған болатын болсаңыз, оны өте тиімді қолдануға болады. Мысалы келетін болсақ, бағанағы сизда біз деген мынандай көп обмоткаларды, орама кабельдерін бір-біріне тез қосуға болады. Мысалы келетін болсақ, мына картинкада көріп тұрғаныңыздай, олар каждайын арнай бөлген, бұл енді фазаларға қарай бөлген ғой. Ал егерде сіз люстр қондыратын болсаңыз, мына үш бастапқы түс тұр ғой, соның бәрін біріктіргенде, мысалы келетін болсақ, мына жерде екі қоңыр түс, мына жақтағы екі қоңыр түс, мына жақтағы екі қоңыр түс, сонда алтау болады. Осы алтауын бір-біріне орап, бір сизға кигізіп, өте тиімді уақытымызды да және шыдамымызды да үнемдеуге болады. Артықшылықтардың бірі. Ал клепси бұл жағдайда бұл автоматқа қондыруға тиімді деп ойлаймын. Себебі бұл одинарный дейді ғой, жалғыз қондыруға өте тиімді. Ал мына клемик та сондай. Ал сиз ол көп кабельді бір-біріне қосуға, соединить етуге жарамды. Келесі түріміз бұл сұйық. Келесі түр бұл сұйық. Сұйық дегенімізде бұл лак. Фенольный лак дейді, FL98. Маслостойкий, бензостойкий, электроизоляционный. Бұл лакты біз тек қана осындай жағдайда емес, және басқа да кездерде қолданатын жайттар болады. Оған мысал келтіретін болсақ, микросхемада мысалы сіз бәрін құрып қойғаннан кейін оны изоляция жасау керек боласыз. Сол себепті арнайы шыныға қойып, өзіңіздің микросхемаңызды осы лакты разбавлять етіп, араластырып, сол микросхемаға құйып қойсаңыз, ол изоляционный болып қалады. Сосын мына ортаңғы фотода көріп тұрғаныңыздай, бұл герметик. Бұл герметик өте көп қолданыста қолданылмайды. Себебі ол герметиктің жаман жақтары да болады. Себебі бұл деген аса жоғары температура болғанда қызып, балқып кету несі көп, вероятности көп. Сол себепті бұны көп қолданылмайды. Лак ол қолданыста жиі болады. Мынаны сіз қандай жағдайда көрген боласыз? Егер сіз теледидарды, керек емес электротехникаларды шашқан кезде осы дүнияны көрген боларсыздар. Осының сыртынан және де әрбір орама сайын осының сыртынан лак жағады, және де арнайы қағазбен орайды да, қайттан медный орамдарын орап, қайттан лак жағып, қайттан қағаз орайды. Бұл соға көптеген процесс, бірінші рет қайталанады бұл процесс. Әйнек шыны келесі. Әйнек шыны бұл әйнектен болғанды біз көбінесе қай жерде байқаймыз? Бәріңізге мәлім, бұл линия электропередачадан изоляторлардан көруге болады. Изоляторлардың да негізгі екі түрі болады. Біріншісі әйнектен жасалса, екіншісі фарфордан жасалынады. Қазір көбінесе әйнектен жасалынады. Әйнектің изоляторларда қолданатын әйнектің бір тиімді жақтарының бірі, бұл зақымдануын біз бірден көре аламыз. Мысалы келетін болсақ, егерде табиғи салдардың жағдайынан бұзылған болса, онда оған зақым түсіп, ол немесе жарылып кету мүмкін, атылып кету мүмкін. Және де әйнек шынысының плюстарының бірі, ол жаңбыр тигенде оқшаулағыштар жаңбырды изгибтары арқылы бір-біріне тамызбай қысқа тұйықталудың алдын алады. Резинке немесе резина. Бұл фотода көріп тұрғаныңыздай, сол жақ фотода
бұл термоусадка деп аталады. Термоусадка дегеніміз ол көп қолданыстар ие, бірақ та ол изолентаға жетпейді. Бұл мынау дегеніміз изолента. Міне, оң жақ астағы фотода көріп тұрғаныңыздай изолента. Оның әртүрлі түстері болады, бірақ та ең көп қолданыстар иесі көк және қара изолента. Термоусадкаға келетін болсақ, термоусадканы таңдау үшін сіз өзіңіздің арнайы кабеліңізді аласыз. Бірінші кабельді алғаннан кейін оған термоусадканы салып, диаметрі кабельдің көп болу керек. Егер де кірмей жатырса, значит ол термоусадканы сіз дұрыс таңдамадыңыз. Және де термоусадканы салып, керек жерге, ашық жерге ыстық отынмен күйдіріп, оны кабельге тарттырып алуға болады. Изоляциясын снимать етуге, шешу үшін. Ал изолентаның жұмыс істеу принципін бәрімізге мәлім. Ол ашық жерде, егер де осындай оголенный жері болса, оны біз деген орап, қысқа тұйықталдың алдын алуға болады. Немесе бәрімізге мәлім жалғау үшін, мысалға, мынаяқта бір провод, мынаяқта бір провод болса, екі проводты жалғау үшін изолента арқылы тез жалғай жіберуге де болады. Бірақ та изолентаның көбінесе клепси дегенге қарағанда изолентаны орау үшін ең басты біз бірінші медный сымымызды дұрыс орау керекпіз. Себебі бұл ақтылып кетуі мүмкін. Келесі дәнекерлеу. Дәнекерлеу дегеніміз бұл орысша айтқанда пайкілеу. Біздің электромонтаж сабағындағы бастапқы сабақтардың практика, біздің зертханамыз. Мына ортада көріп тұрғаныңыздай, ортаңғы үстіңгі фотода бұл паяльниктің наборы, арнайы чехол берілген. Көріп тұрғаныңыздай, осылай паяльникті қызған кезінде арнайы салып қоюға арналған, және тағы басқалардың басына ауыстыратын дүниелері. Мынау өз паяльниктің өзі, мынау жұмыс істеп жатқан фотолары, көріп тұрғаныңыздай алюминий сымдар арқылы резисторларды орнына қондырып жатыр. Көріп тұрғаныңыздай көріністер, міне фотоларда. Осы дәнекерлеуде айтылады.